Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. 21-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы дауыссыз П мен Б. Сабақ мақсаты П мен Б әріптерінің жазылу ережесін білеміз, сөйлеу сақтап, диалогқа қатысамыз. 9-шы жаттығу мәтінді тыңдап, қызықты сұхбат. Кешке қарай Талап аулаға доп ойнауға шықты. Әпкесі қараңғы түскен соң оны іздеді. Талап жоқ. Көрші балалардан сұрады, Манаттан сұрады. Талапты көрмедің бе? Талап, хайуанаттар бағында жүр, деді Манат. Қарағым-ау, хайуанаттар бағы несі? Манат нақтылай сөйледі. Қорықпа, әже, Талап хайуанаттар бағында жүр. Күні бойы содан шықпайды. Әжесі сырттай бақылап қараса, Талап кішкене ақлақпен сөйлесіп тұр екен. Ақлақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма? Оны естіген әжесі күліп жіберді. Күліп қоймалған. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Талап ақлаққа қандай сұрақтар қойды? Талап ақлаққа сен нешедесің, достарың бар ма деген сұрақтар қойды. Ақлақтың айтылуы жазылуын салыстыр. Айтылуы ақлақ, жазылуы ақлақ. Мәтіннен П әрпіне аяқталған сөздер теріп жазып, П әрпінің басын сыз. Талап, доп, ақылап, сөйлесіп, Манат күліп. П дыбыстар сөздің соңында келіп тұрып, П дыбысының астын сызып шығамыз қарындашпен. Бұл сөздерді П дыбысы қалай айтылып тұрғанын назар аудар. Талап, доп, бақылап, сөйлесіп, П дыбысы Б дыбысы болып естіліп тұр, ал жазылған кезде П дыбысы жазылады. Сұхбат дегеніміз арнайы сұрақтарға бөлген жауап алу. Көп нүктенің орнына П, Б әріптерін тиіссін қойып сөздерді көшіріп жаз. Әдеп, талап, тобы, орап, жібі. Сөз соңында П естілгенмен П әрпі жазылады. Мектеп, кітап, қам. 11-ші жаттығу мақалды оқып жатқа жаз. Талабы жоқ жазылуың, жалыны жоқ, жоқпен тең. Талап сөздерін салыстыр, не байқадым? Демек, талап түбір сөз тұрған кезде П дыбысы жазылады, ал П дыбысы жазылған кезде П дыбысы Б дыбысына өзгереді. Шығармашылық үзіліс 12-ші жаттығу бас қатырғаны шешу. Ол үшін әр қатардан қайталанған әріптерді сызып таста. Шыққан сөзбен маған модель айт. Бас қатырғышта ата деген сөз шықты. Ата көрген, оқ жона деген мақал шықты. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.